Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сол баяғы газелдің жыры ғой бітпейтін. В общем айтқанда, бұл жердегі мәселе мына гитара өзінікі, и сонымен өзінің гитарасы жасамай қалады, и сонымен тұрады да мына релені ауыстырады. Релені ауыстырған кезде де жасамайды ол, и сонымен тұрады да басқа новый гитара алып салады. Ол да кішкене ұзақ уақыт жасамайды, где-то целый бір күн екі күнде жұмыс жасайды да, бұл да жасамай қалады. В общем, бұл жердегі мәселе енді мынандай болып тұр ғой. Мына релені новыйдан сатып алған. Так, міне уже ножкалерінде уже разница бар. Ножкасында ана круглый тесіктер жоқ та. Ал мынау міне гитараның өзімен келген реле. Бұл да ұзақ уақыт жасамаған, бұл да күйіп кеткен. В общем, бұл да китайский, и сосын мынау да китайский. Так, ендігі қараймыз, міне оригинал реледе міне мынандай болады, бірақ бұл да кішкене подделка оригиналда, таза оригинал емес бұл. Енді вот, в общем, үш релені қазір салыстыратын боламыз. Үш реледе қандай айырмашылықтар біз байқаймыз, сол мәселе. Так, міне. Так, енді қараңыз, өздеріңіз көріп отырсыздар ма айырмашылықтарын? Вот, міне. Китайский мына екінші, үшінші тұрған реле китайский. Міне мынау под оригинал. Бұның өзі оригинал емес, бірақ под оригинал. Вот. Енді бұл реленің бәрі неліктен күйіп кетті дейсіз ғой? Бұл реленің бәрі негізінде замыкание болған кезде предохранитель күйу керек. Предохранитель, когда сізде китайский болады, күймейтін предохранитель болады, солай гитараны жағып жібереді, релені жағып жібереді, сонымен сіз қорланып жүресіз. Мысалы, мына газельде бізде 30 дейтін предохранитель тұрды. 30 дейтін вообще газельде заводской жоқ предохранитель ғой. И сосын мынаны қараймыз. 25 дейтін предохранитель вообще жоқ газельде. Атымен заводтан шықпаған ондай предохранительмен бірге. Да, бұл жерде, в общем, подряд именно күйген предохранительдің бәріне 25 и сосын 20 сондай заттарды тыға берген да. Содан келіп уже барлық затты новыйдан сатып алып, бәрін келіп енді өзі қорланып жүр да. И сосын мен постоянно айтамын, мынандай китайский предохранитель салмаңыздар деймін. Міне неужели түсінікті емес та, мына өзінен шыққан, міне мына оригинал предохранительмен мынандай мынау да под оригинал маяктікі. Так, міне мынаның бәрі міне китайский, мынаның бәрі. Қазір так біздер санаймыз мына жерде. Так, в общем айтсам, мынау китайский, так, сосын мынау китайский, да, сосын мынау китайский, сосын мынаны қараңыз. Тағы да бір, в общем, қайта предохранитель күйдірген жердің бәрінде 30 дейтін, 20 дейтін, 25 дейтін предохранительдер тұрды. 30-25 дейтін газель қасқа бұл өмірде 94-ші жылы Фордтан копия жасалып шыққалы бері ондай предохранитель салынбаған. Орыстың проводтары ондай затты көтермейді. Газель келеді, ойбай, газельдің тоқ жағы әлсіз, газель өртеніп кетеді, құртта замыкание болса дейді. Если мына руль мен сиденькінің арасындағы подушка уже мына предохранительдің қайсысы оригинал, қайсысын салуға болады, қайсысын салуға болмайды, соны уже білмейтін подушка болатын болса, онда уже точно газель өртеніп кетеді. Вот енді мына предохранительдер тұрған жерде уже предохранительдердің корпустары еріп бастаған да, потому что анау нагрузка ана жақта замыкание болып жатыр, мына жақта предохранитель жанбайды, содан кейін ол ысиды, ысығаннан кейін корпус ерегеннен кейін ол предохранитель амалсыздан әйтеуір күйсе күйеді, күймесе мәшін өртенеді. Ал енді күйген жағдайдың өзінде уже бұл уже ножкалері жанды ма, сізде уже келесі салған оригинал предохранительдің өзі уже ол қыза беретін болады да. Вот мәселе сондай. Вот ең бастысы осы тоқтан аман болыңыздар, тоқ жағына дұрыстап қараңыздар деп бәріне айтамын, ескертемін. Бірақ именно соңғы кездегі түсіретін видеоларымда мен уже комментарийді жазбайтын қылдым да уже. Әйтпесе комментарийді жазатын қылып қосып қоятын болсаң, неше түрлі диванный эксперттер кәдімгі жатып алып 1000 түрлі мнение айтады, қайсысы китайский, қайсысы оригинал екенін қайдан білеміз дейді. Егер сіздің запчасть алатын сатушыңыз адал болатын болса, өзінің запчастьіне сенімді сатушы болатын болса, ол жұрттың уже страдать еткенін қаламайды. Ал егер де сол сатушыңыз сіздің китайский затты алып оригиналдың бағасымен сататын болса, ол кезде уже сіздің біліміңіз керек болады. Бұл жерде жұртты кінәлап керек емес. Бәленің бәрінің басы өзіңізден басталады. Ешкім келіп олай сіздің машинеңізді ойбай әдейі өртеп жіберіп, әлде болмаса тоқ жағын замыкать еткізіп кетпейді олай. Барлық бәле водительден басталады. Сақ болыңыздар тоққа. Ақ жол, қара асфальт жолдарыңыз болсын. Қазір біз бұл газельді аяқтаймыз, болмай бітіреміз. Қазір клиентті оригинал предохранитель Tesla, әлде болмаса маяк дейтін предохранитель алып келуге базарға жібердік. Қазір соны алып келгеннен кейін бәрін по местами орнына саламыз. Содан кейін полный завершение работы бір видеоға түсіретін боламыз. Вот мәселе осындай.